Қайырлы күн, құрметті ата-бөлікке. Ата заңның алаштың темір тасқа. Келешек Конституцияның тарихи, саяси мәні өткенімізді еншеп, келешекке даңғыл жол ашуға, қоғамдағы халық мүддесін жүзеге асыруға бағытталады. Қазақстанның 1995 жылдың 30 тамызында қол жеткізген референдумы қазақ халқының жеңісі мен жеңісі. Бүгінде біздің ел жаһандық экономикалық үрдіске сай өркениетті мемлекетке айналды. Еліміздің тарихындағы маңызды ерекше мемлекеттік мереке Қазақстан Республикасының Конституция күнімен баршаңызды құттықтаймын.
zor kayda tuğdun sevimize. Haydaysın diyayı hakiray sana bir ayı kutiray neziray verdiray verdiray eşiği kaz ayşanak kediği kaz balşanak şaşmalığa serdimek yemeğe paysak olsa versek Roşedim serdimek hayda yedim raysa